Фотода әдемі, мұндай бас киіммен, бірақ енді онымен қыстың күні немесе корпоратив кешінде қыдыру қиындау болады себебі. Ыңғайсыз, Иә, тек Инстаграмға фото түсіп болған тастамасаң. Жақсы, біз енді өзекті маңызды тақырыптарға қарай көшейік. Ол маңызды тақырыптар туралы бізге жаңа ғана хабарлап жатыр. Жарнамадан кейін айтамыз. Өте өзекті тақырып, алыс кетіп қалмаңыз. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Сонымен уәде еткеніміздей, негізгі тақырыптардың бірі осы жылдағы жастар жылына қатысты болған реформалар. Биылғы жастар жылындағы жағымды жаңалықтардың бірі ол президенттік жастар кадрлық резервін құру еді. Бұл идея мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асқаны баршамызға белгілі. Оны жасақтау санаулы күн бұрын аяқталды. Президент тапсырмасына сәйкес ауқымды жұмыс атқарылды. Ұлттық эксперттік комиссия ұсынған үміткерлер тізімі қарастырылып, 300 жас кәсіби маман таңдалды. Енді олардың әрқайсысы алдағы жылдарда мемлекеттік басқару жүйесіндегі жауапты қызметтерге тағайындалатын болады. Жобаның көздегені мемлекеттік билік жүйесінде білікті басшылардың жаңа буынын қалыптастыру. Сен тұр мен атайын деген мықты жастарға жеке мансаптық жоспар әзірленетін болады. Білімін жетілдіру де қарастырылып отыр. Президенттік жастар кадрлық резервіне енген 300 үміткердің 106-сы жеке сектор, 98-і квази-мемлекеттік сектор өкілі, ал 96-сы мемлекеттік қызметкер екен. Резервке еліміздің барлық өңірі арасынан жастар кірді. Аймақтар арасынан Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Түркістан облыстары көш бастап тұр. Көрермен, президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу қалай жүргізілді, қандай жастар таңдалды, ол жайлы егжей-тегжейлі білу үшін студиямызға арнайы меймандарымызды шақырдық. Кезек берейік, қайырлы таң. Қайырлы таң. Рахмет. Енді қымбатты көрермендер, енді осы мәселені анық-қанығын біз жай-жапсарын білу үшін бүгін студиядағы меймандарымызбен таныстыра кетейік. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мемлекеттік қызмет департаменті директорының орынбасары Думан Қайратұлы және кәсіпкер Бекжан Мұхиддинұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Ал енді біздің қыздар айтып жатыр, көптеген ақпаратты көрермендерге ұсынды. Жалпы жобаның міндеттері не? Жалпы жобаның мақсаты не? Думан мырза, осыған тоқтала кетсеңіз. Жалпы бұл президенттік жастар кадрлық резерв жобасы мемлекеттік қызметті өзгерту, оны жаңарту болып табылады. Яғни мемлекеттік қызметке заманауи ойлайтын, білікті, дарынды және қазіргі заманғы трендтерді білетін жас мамандарды тарту болып табылады. Енді осы жылы 300 жас маман іріктеуден өтті. Жалпы қанша өтініш келіп түсті және қандай талаптар қойылды? Жалпы бұл жоба ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен басталып, осы ұлттық комиссияның қорытынды отырысы ағымдағы жылдың осы 20 желтоқсанында қабылданып, 300 адам іріктелді. Бүкіл барлық кезеңдер бұл автоматтандырылып, арнайы онлайн платформа құрылды. Яғни үміткер өз өтініштерін жобаға қатысу үшін арнайы онлайн платформада өздері онлайн жүйеде түрде тапсырды. Басынан 7312 адам қатысып, өтініш білдіріп, ол әр кезеңнен іріктеліп, қорытындысында 300 адам президенттік жастар кадрлық резервіне іріктелді. Оған негізгі талаптар жаңағы жоғары білімі болуы қажет. Жоғары білімі болуы қажет, 35-тен аспауы қажет, және 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі болу керек, және Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Негізгі талаптар осындай болды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы президенті тағайындаған мемлекеттік қызметшілер бұл іріктеуге қатысуға жіберілмеді. Басты талаптар осы. Басты талаптар осы, ал енді 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққан. Осы 7000-нан астам үміткердің арасынан суырылып шыққан Бекжан мырза бүгін біздің студиямызда. Ал енді Бекжан мырза, өзіңіз айтып берсеңіз, өз аузыңыздан естейікші, қалай болды жалпы? Қаншалықты әділ болды, қаншалықты ашық болды? Жаңағыдай этап қалай болды енді? Енді бұл жерде біздің қазір халық арасында кез келген бір мемлекеттік жоба басталар алдында бір скепсиспен қаралады ғой. Ай болмайды ау, ертеңгі күні басқа бірдеңке болып қалады ау деген секілді.
бірақ осы жолы бұл президентіміздің Қасым Жомарт Кемелұлының ең алғашқы бір инициативаларының бірі болғандықтан, осы жастардың арасынан 300 жасты таңдап, соларды ертең күні мемлекеттік қызметте қолдайтын боламыз деген тапсырмасы естіген кезде мен өзім бұл қызық жоба деп ойладым. Сіз қайдан естідіңіз бұл ақпаратты? Интернеттен, Фейсбуктан. Әлеуметтік желілерде. Бұл қателеспесем сайлау алды инициативалардың біреуі болатын. Соны естіп, мен мынаған қатысам деп сол кезде шештім. Сонымен уақыт өтті, брифингтар болды, кейін жарнамасы шықты. Болды, қыркүйек айында 1-нен 30-на дейін документ қабылданады деп. Асықпай 20-сына қарай тапсырған болатын. Қателеспесем бір 700-800 адамның ішінде болатын сол кезде тапсырған кезде. Мен ойладым, енді бір ары кетсе 1000 адам, 10 күн қалды, ары кетсе бір 2000 адам тіркелетін шығар деп. Содан 10 күн өтеді, сайтқа кіріп қарасақ 13 000 адам тіркеліпті. 13 000 адам деген, мен ойымша бүкіл дипломы бар жастар бір қызығушылық танытқан сияқты. Оның ішінен 7000, бағана айтып отырған 7000-нен астамы сол керекті құжаттардың бәрін дайындап, толтырып, өзінің осы несін бітіргенді. Солардың арасынан арман қарай тестлеу болды. Енді сол 13 000 адамды көрген кезде енді мына жоба орындалмаса білмеймін дедім. Тестлеу онлайн режимде о жерде? Иә. Осы 7000 адам ішінде алғашқы тест болды. Ол вербалды және цифрлы болды. Мынау ақштың және басқа да ең күшті оқу орындарына түсу үшін жимат деген тест тапсырамыз ғой. Сол секілді болды негізі. Жаңағы вербальный және цифрлық болды. Соларды өттік. Ол да оңай болған жоқ. Мен шынымды айтсам сол тест жас болғасын өзім алған жаңағы ұпайым ұнамады. Мен ойладым, өтпей қалуы мүмкін ау деп. Өйткені 7000 адам қатысып отыр ғой. Кейін өткенімізді көрдік. Екінші тур болды. Екінші турда да тура сол секілді тест, бірақ аудио және видео жазба астына жазылатын болды. Онлайн платформа. Оған да кіріп шықтық. Одан да жақсы ұпай жинап, арман қарай өттік. Кейінгі тағы 2 этап болды, ол эссе жазу және презентация қорғау. Ол да веб-камераны қосып, аудио жазбаны қосып, бәрі тіркелу үстінде болды. Осы 4 этап толық ашық, онлайн платформада жер шарының кез келген интернеті бар нүктесінен кіріп тапсыру беруге болатын. Сондай бір мүмкіндік жасаған агентство, мемлекеттік істер жөніндегі агентствоға және оның жанындағы академияға өзім алғысымды білдірем. Ешқандай, әрине бір кешкі, мысалға, бүгін түнгі 12-ден ертең түнгі 12-ге дейін тапсыру керек болатын болса, мен алдын ала соны түсте таңертең тапсырдым. Өйткені мен білемін, бәріміз білеміз, соңғы уақытта, соңғы сағатта көпшілік кіреді, бір интернеттік ақаулар болуы мүмкін деп. Сондайлар болуы мүмкін, бірақ дегенмен алдын ала соны ойлап істегендерге ешқандай бір кедергі болған жоқ. Енді өзіңіздің аты жөніңізді кешірім сұрайым. Жаңағы сайттардан білдіңіз ғой, ең соңында қорытынды сол кезде шықты. Өзіміздің сайт бар, сол жақтан қорытынды шығып отырды. Және де телефонымызға SMS келді, электрондық поштамызға хат келді. Бұл жағынан ешқандай бір агентство тарапынан ешқандай бір кінә, мін таға алмаймыз. Бәрі өте ашық, әділ өтті. Бұл жобаның басты ерекшеліктерінің бірі жаңағы іріктеу кезеңдері, жаңағы құжаттарды тапсыру кезінен бастап, соңғы кезеңге дейін барлық кезең барынша автоматтандырылған болды. Арнайы онлайн платформа құрылды, ПК резерв деген. Яғни үміткерлер арнайы Астанаға келіп, мысалы, үміткерлердің арасында шетелден де өткен азаматтарымыз бар. Олар жаңағы соларға барлық жағдай жасалған. Онлайн түрінде бүкіл тестілер өтті. Тек қана бір сарапшылармен әңгімелесу кезеңіне ғана жаңағы резервшілер әңгімелесу үшін келді. Қалған барлық кезеңдер автоматты түрде жүргізілді. Ол бағанға сарапшылармен кездесуде өте қызықты өтті. Және ол жерде ұпайымызды, мысалға, 400 адамды тыңдап үлгеру керек олар. 400 адам, мен мысалға ең бірінші кірдім. Мен алдында бір келіншек кірдім, мен ер адамдардан бірінші кірдім десем болды. Кірдім, сосын ойладым, енді бір 10 күн, 15 күннен кейін ұпайымыз, қанша ұпай алғанымызды білетін шығармыз деп. Таңертең кіріп, сайтты тексеріп қарасам,
менің ұпайым қойылған екен. Айтқым келгені, бұл жерде жаңа сарапшылардың қойған балын тікелей, осы жиын біткесін жариялап отыр. Жариялап отырды. Ашықтық, шынайылық. Ертең күні ешкімде ешқандай күмән болмау үшін бір балдың өзгерген. Дума мырза, жақсы. Енді 300 жас маман өтті, 35 жасқа дейінгі. Енді ары қарай қалай болады? Оларды мемлекеттік қызметке, қандай да бір лауазымдарға тұра ала ма? Ол жағынан сіздер енді қандай да бір жоспар бар шығар? Дұрыс айтасыз. Енді бұл жаңағы президенттік кадрлық жастар резервіне өткен адамдардың тек қана мемлекеттік лауазымдар ғана емес, сондай-ақ квазимемлекеттік секторға, яғни ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларға орналасу мүмкіндігін алды. Яғни мемлекеттік қызметте саяси мемлекеттік қызметшілерге және жоғары әкімшілік лауазымдарға тағайындалады бұл адамдар. Атап айтсақ, мысал келтірсек, жаңағы министрлерден бастап оның орынбасарлары, жауапты хатшылар, облыс әкімдері, оның орынбасарлары, комитеттің төрағалары, аппарат басшылары болып, сондай-ақ ұлттық компанияларда басқарма басшылары, олардың мүшелері болып тағайындалады. Енді алдағы уақытта бұл жұмыс басталады деп ойлаймын. 300-інде жұмысқа орналастырып бересіздер ғой да? Енді бұл резервке өткен адамдар 5 жылға алынды. 5 жылдың ішінде? 5 жылдың ішінде бұл адамдар лауазымдарға тағайындалу мүмкіндігі өте жоғары. Мүмкіндігі бар. Енді гендерлік саясат бойынша қыздар жағы қалай? Ер азаматтар мен қыздар жағын салыстырып қарайтын болсақ. Енді ол... Мен көріп қалдым неден, сайттан. Қыздардың да саны біраз бар екен. Біраз бар. Енді еркектермен қарағанда олар әлдеқайда аз. Аздау. Сәл аздау. Бірақ дегенмен де енді осы жас мамандар алдағы уақытта мемлекеттік қызмет істеріне белсене араласып, еліміздің өркендеуіне өздерінің үлкен үлесін қосады деген біз сенімдеміз. Енді Бекжан мырзаға да осы мемлекеттік қызметте үлкен жетістіктерге жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет көп-көп. Студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз көп-көп. Ал енді қымбатты көрермендер, бүгін біздің студиямызда мемлекеттік қызмет істер агенттігінің мемлекеттік қызмет департаменті директорының орынбасары Думан Қайратұлы болды, және де кәсіпкер, осы президенттің жастар кадрлық резервіне кірген 300 жас маманның ішінде 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан кәсіпкер Бекжан Мұхиддинұлы. Тағы да рахмет сіздерге. Рахмет.